Елордада қазанның 19-21 күндері өткен дәстүрлі Казагро 2023 және Казфарм 2023 халықаралық көрмелерінде биыл отандық тұқым селекциясынан бастап дайын өнімдер мен заманауи технологиялар, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге, сақтауға, қайта өңдеуге және логистика техникалары қойылған. Сонымен қатар арнайы құрал жабдықтар да бар. Көрмеге келген көпшіліктің Қазақстандағы мал шаруашылығы және ет сүт өнеркәсібі бойынша эмбриондардан бастап мал шаруашылығы саласының түрлі дайын өнімдеріне аса мән бергендігі қуантады. Кезекті 14-ші Казагро 2023 және Казфарм 2023 халықаралық көрмесінің ашылу салтанатына арнайы қатысқан ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров биылғы көрмеге әлемнің 20-дан астам елінен келген ауыл шаруашылығы мамандарына ерекше алғыс білдіріп, еңбектеріне табыс тіледі. 3 күнге жоспарланған Казагро Казфарм 2023 халықаралық көрмеде әлемдік жетекші агроконцерндердің бірқатар жаңа ауыл шаруашылығы техникалары мен жабдықтары бой түзеді. Добрый день, меня зовут Батыр Османов, я представляю завод «Агромаш», который находится в городе Костанай. Компания работает с 2003 года и занимается производством и реализацией сельскохозяйственной техники. В частности, это зерноуборочный и кормоуборочный комбайн «Исиль», универсально-пропашные тракторы «Ловел», «Дойцвар», а также зерноуборочные комбайны бренда «Дойцвар». Это у нас итальяно-немецкий концерн SDF Group, крупнейший производитель сельскохозяйственной техники. На выставке Казагро мы представляем на стенде два бренда. Это Lowell, универсальные трактора, 130 лошадей. Новинка этого сезона Lowell 260 лошадиных сил и трактора Дойцвар 145 лошадиных сил и 180. И трактор Lowell в прошлом году признан один из самых продаваемых тракторов в Казахстане. Порядка 700 тракторов было произведено и реализовано на территории Казахстана. Филиальная сеть Агромаш холдинга представлена во всех зерносеющих регионах Казахстана. Поэтому практически в каждом уголке Казахстана имеется наша техника. Агроөнеркәсіп саласындағы жаһандық инновацияларды ұсынуға арналған кәсіби алаңда биыл 20 мемлекеттің ауыл шаруашылығы министрлігі мен 300-дей компания өкілдері төбе көрсетті. Это 14-я уже традиционная выставка Казагро Казфарм, которая проводится у нас в городе Астане. В этом году также традиционно представлено очень много компаний из более чем 20 стран мира. Большое именно это здание было выбрано как на территории Экспо, то есть продолжение традиции по организации международных выставок и ярмарок. Поэтому большое количество здесь экспонентов собралось, выставлены новые модели техники, новые технологии, представлен большой спектр услуг в сфере семеноводства, агрохимии, средств защиты растений, различных средств, допустим, прогнозирования, погодных условий для ведения сельского хозяйства, плюс вопрос орошения, поэтому очень большой спектр. Все сельхозтоваропроизводители, поставщики, потребители услуг, они могут здесь найти себе что-то новое и, соответственно, заключить хороший контракт. Шетелдік ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері шара соңында бір ауыздан айтулы көрменің Қазақстан жерінде жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткеніне оң баға беріп, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровқа зор алғыстарын білдірді.